Көп адамдар ипотекаға үй алған кезде осы бір өрескел үлкен қателікке жол беріп жатады екен. Ипотекаға үй алуды үй іздеуден бастайды екен. Үй іздеп, тауып, апталап үй іздеп, оны тауып, кейбір кісілер задаток беріп қояды да кеңеске келеді. Осы үйді тауып қойдым 30 миллион теңгеге, мысалы, осы үйді алып берші, мен задатокты беріп қойдым дейді. Сосын санай келе жаңағы 30 миллион теңгенің үйін алуға мүмкіндік жоқ екеніне көз жеткен кезде жаңағы ақша қайтарылмайтыны еске түседі. Ең бірінші ипотекаға үй алуды үй іздеуден емес, консультация жүргізіп, доходыңызды санап, қанша суммаға үй аласыз, қай банкпен аласыз, соны ақылдасып санап алу керек. Сосын сол суммаға, шыққан суммаға байланысты үй іздеу керек. Сонда задатоктан да ұтылмайсыз, ақшаңыздан ұтылмайсыз, сосын уақытыңыздан да ұтылмайтын боласыз. Осы видеоны таныс туыстарға таратып қойыңыз, ағайын. Үй алам деп жүргендер болса көрсін. Ипотека туралы сұрақтар, консультация керек болса, WhatsApp нөмерге байланысқа шығамыз.